Все считают, что казахи делятся на 3 жуза. Улужус, старший жуз, ортажуз, средний жуз, кшижуз, младший жуз. Это неправильно. Искаженная информация. Правильнее будет улужус как великий лик. Уло переводится как великий, а не старший. Не ортажуз, а ордажуз. От слова орда, цитадель. Тут сменили одну букву, исказили весь смысл. Не кшижуз, а кшужуз. Сильный лик. Тут тоже сменили одну букву и исказили весь смысл. Таким образом, казахи состояли из 3 жузов, создавая великую ордынскую силу, что в переводе на казахском «Улы Орда Кшу». Жоңғармен кескілескен соғыста ерлермен қазақ даласын қорғаған аналарымыз қаншама. Қаракерей Қабанбай батыр бабамыз жасақ бастап қан майданда жүргенде жұбайы Арғынның қызы Гаухар ханшайым бірге жүріп шайқасқан. Гаухар осы кезде жүктет. Айы күні жақындағанда Қабанбай жұбайының маңдайынан сүйіп былай дейді: айналайын құдай қосқан қосағым, ертең біз жорыққа шығамыз, жол ауыр болады, сен ауылға қайт, ертеңгі күні атқа отырып қол жинап қазақты көтеретін, елді қорғайтын бұлдырықтай батыр ұл тауып берсең болар еді деген екен. Ұзақ жол жүріп Гаухар ханым ауылға жақындағанда 15 жасар қызы Назым жүгіріп шығады. Апатай деп айғайлап ат үстінде отырған шешесін көтеріп түсіреді. Анасы мен қызы бір-бірін құшақтап сағынышын басады. Осы кезде Гаухар анасы беліндегі қылышын шешіп қызының беліне салады. Сөзсіз түсінген Назым апасын тағы құшақтап ризашылығын білдіреді. Атқа секіріп мініп Назым: апатай, қан жеме, ұятқа қалтырмайым деп шаба жөнелгенде анасы Гаухар: құлыншағым, ел сұраса Қабанбайдың қызымын деп айтушы болма дейді. Сонда Назым: апатай, не деп айтайын дегенде шешесі: қазақтың қызымын, Найманның қызымын деп жауап бер деген. Текті ата бабаларымыздың тәрбиесі қандай? Отан қорғау ең басты борыш екенін білген Назым жол жөнекей ауылдарға соғып былай деген: ел басына күн туғанда, қолды қанмен жуғанда, бар мекен текті жігіттер, отан деп белді буғанда деп үлкен жасақ құрып жауға шапқан Назым сол кезде 15 жаста еді. Назым батыр жырында былай суреттейді: қыз болған Қабекемде Назым атты, қазақтың қайсар қызы асыл затты, жорыққа әкесімен бірге аттанған, жасынан мінген бақтаптың паратты, ұрандап Қабанбайлап айғай салған, басында кәмшат көріп қолда қамшы, нағыз бір жолбарыстай топты жарған, жасқанбай зеңбіректен бұзып шетті, батырлар жау ішіне кіріп кетті, қаршадай қазақ қызы ерлігімен бір өзі қалың елге сүйіп кетті деп жырлаған. Қазақтың батыр қыздары сонау ертеде Тұмар, Зарина ханшайымдар болса, жоңғармен шайқасқа түскен Абылай хан қызы Айтолқын, Бөгенбай батыр қызы Айбике, Бұланбай батырдың жары Ақбикеш, Алтыншаш Қорлан, Кенесары қарындасы Бопай ханым, Сапар Мәден қызы тағаты аталмаған, атқа қонып ел қорғаған батыр қыздарымыз қаншама.